Қазіргі таңда елімізде барлық сот отырыс залдары бейне дыбыс жазу құрылғыларымен қамтамасыз етілген. Сот отырысының барысын түсіріп алуды қамтамасыз ететін аудио бейнежазба құралдарын пайдалануды сот отырысының хатшысы іске асырады. Сот отырысының барысын түсіріп алуды қамтамасыз ететін аудио бейнежазба құралдарын техникалық қолдану, аудио бейнежазбаны сақтау және жою, аудио бейнежазбаға қол жеткізу Қазақстан Республикасының азаматтық процестік кодексіне, Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексіне, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне және Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдік процестік кодекске сәйкес әзірленген. Сот отырысының барысын түсіріп алуды қамтамасыз ететін аудио бейнежазба құралдарын техникалық қолдану және оны сақтау, жою, оған қол жеткізу тәртібі айқындалған қағидаға сәйкес жүргізіледі. Яғни сот отырысының дыбыс бейне жазбасы сот процестерінің жариялық және ашықтық қағидасының кеңеюіне септігін тигізеді, объективтілікті қамтамасыз етеді. Оған қоса сот отырысын қаттамалаудың жаңа әдісінде дәстүрлі қолдан қаттамалауға қарағанда артықшылықтар көп. Дыбыс бейне материал сот отырысының барысында нақты болған объективті дәлелдеме болып табылады. Күмән келтіретін кездерді қарап талдауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар тараптардың сот отырысына қатысу үшін кез келген жерден байланыста болу мақсатында WhatsApp мессенджер мен планшет арқылы бейне байланыс арқылы істер қаралады.